Сондай бір періштелер бар. Біз білеміз, періште дегеніміз сондай бір пәк жаратылыс, ол сондай бір күнә жасамайды, ол сондай ішіп жемейді, ол сондай ұйықтамайды, ол сондай шаршамайды, ол сондай тек қана Алла Тағалаға құлшылық жасайды. Ол сондай Алла Тағалаға ғана құлшылық жасайды болды. Алла Тағаланың бұйрығын екі етпестен орындайды. Сондай бір Алла Тағаланың жаратқан сондай жаратылысы. Бірақ біз адамбыз, біз ұйықтаймыз, біз үйленеміз, біз тамақ ішеміз, біз қыдырамыз, біз және сондай күніне 5 уақыт намаз оқимыз. Және тәннің де қажеттіліктерін өтейміз. Бірақ періштеде ондай нәрсе жоқ. Тек қана Алланың бұйрықтарын бұлжытпастан орындайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келгендей, сондай бір періштелер бар дейді. Сіздер білесіздер, Алла Тағала періштелерді адамнан бұрын жаратқан. Адам алейхиссаламды топырақтан жаратты білесіздер. Бірақ одан бұрын періштені көп жыл бұрын сондай жаратқан. Сондай бір періштелер бар дейді. Жаратылғалы рүкуъта тұр. Жаратылғалы сәждеде жатыр дейді. Жаратылғалы қиямда тұр дейді. Сондағы ертең қияметтің күні болғанға дейін. Яғни жаратылғалы құлшылықта қияметке дейін тұрады. Сонда ол періштенің бүкіл өмірі бойынша құлшылықта тұр. Бүкіл өмірі рүкуъта, бүкіл өмірі қиямда, сәждеде. Басқа ештеңе істемейді болды. Оның бар міндеті Субхана раббил азим, Субхана раббил а'ла, ұлы Раббым пәк, аса ұлы Раббым пәк деген сияқты. Аллаху акбар, Субханаллахи ва бихамдих ва Субханаллахил азим деген сияқты. Тек қана Аллах Тағалаға мақтау айтады. Яғни тек қана құлшылық жасайды болды. Қияметтің күні болған кезде ва иза самаун фатарат, аспан жыртылған кезде, Субханаллах, қиямет басталған кезде аспандар жыртылып, жұлдыздар төгіліп, теңіздер қайнап, таулар түтілген кезде дейді, періштелер, сол құлшылықта жатқан періштелер өздерінің құлшылықтарын тоқтатады да, Субханак, Алла сен пәксің. Субханак, Алла сен пәксің. Ма абадна хаққа ибадатик. Саған лайықты деңгейде құлшылық жасай алмадық қой деген сөзді айтады екен да. Субхана, қараңызшы. Яғни өмір бойы құлшылық жасап жатыр, бірақ қиямет басталған кезде Алла Тағаланы пәктейді, Алладан кешірім сұрайды, сөйтеді де өмір бойы құлшылық жасаған періште не дейді? Саған лайықты деңгейде құлшылық жасамадық қой деген сөз айтады екен да. Бізше адам, біз күніге 5 уақыт намаздың өзін зорға оқып жүрген кезде, біз арасында қыдырамыз, арасында демаламыз, арасында ішеміз, жейміз, ойнаймыз, күлеміз, сөйтеміз де, сол бір күнде 24 сағат болатын болса, соның ішінде 5 уақыт намазға әр намазға 5 минуттан 10 минуттан кететін болса, соның өзін зорға оқып жүрген болатын болсақ, біз сонда қалай құлшылық жасап жатырмыз? Періштелердің құлшылығымен салыстырған кезде, біз әлбетте періште емеспіз, біз адамбыз, біз әлбетте адам баласы болған бізде нәпсі бар, біз де шаршаймыз. Бірақ сол періштелерді қараңызшы, Субханак ма абадна хаққа ибадатик. Саған лайықты деңгейде құлшылық жасамадық қой деген сөз айтады екен да. Субханаллах.